Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгін сіздермен өте әдемі, өте ерекше осындай салфетканы тоқып үйренетін боламыз. Салфетканы тоқу өте оңай. Біздерге салфетканы тоқу үшін жіп, крючок, қайшы және де моншақ қажет болады. Менде жіп 100% акрил, 100 граммда 300 метр және 2,5 мм крючокпен тоқитын боламын. Видеоны қарамас бұрын достар, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен дөңгелекше жасап аламыз. Үш воздушный петля. Бұл бізде бір столбик с накидымды алмастырады. Тағы да бір воздушный петля тоқимыз. Онан кейін столбик с накидым тоқимыз. Бір воздушный петля, столбик с накидом. Бір воздушный петля, столбик с накидом. Бір воздушный петля, столбик с накидом. Яғни біздер 12 столбик с накидом тоқуымыз қажет. Ортасында бір воздушный петлясы бар. Біздер 5, 2, 6 столбик с накидом тоқыдық. Бір воздушный петля. Енді ары қарай тағы да 6 столбик с накидом тоқимыз. Орталарында бір воздушный петля бар. Өзіміз тоқып шығайық. Мінекей қатар тоқып алдық. Соңында бір воздушный петлямен аяқтадық. Енді үшінші воздушный петлямен біріктіреміз да қатарда аяқтаймыз. Енді келесі екінші қатар тоқимыз. 3 воздушный петля. Бұл бізде бір столбик с накидымды алмастырады. Осы петляға тағы да столбик с накидым тоқимыз. Бір воздушный петля. Келесі петляға 2 столбик с накидым. 2 столбик с накидым. Бір воздушный петля. Келесі петляға 2 столбик с накидым. Бір воздушный петля. Осылай тоқимыз. Яғни әрбір петляға 2 столбик с накидымнан тоқимыз. Орталарында бір воздушный петля бар. Өзіміз қатарды тоқып шығайық. Қатар тоқалды. Қатардың соңында бір воздушный петлямен аяқтаймыз. Енді үшінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Келесі үшінші қатарды тоқимыз. Ол үшін 3 воздушный петля. Яғни бұл бізде бір столбик с накидымды алмастырады. Келесі петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. 2 столбик с накидым. Бір воздушный петля. Келесі петляға бір столбик с накидым. Келесі петляға 2 столбик с накидым. Бір воздушный петля. Келесі петля бір столбик с накидым. Келесі петляға 2 столбик с накидым. Осылайша тоқимыз. Бір воздушный петля. Яғни әрбір екінші петляға 2 столбик с накидым тоқитын боламыз. Орталарында бір воздушный петля бар. Яғни алдыңғы қатардағы воздушный петляға воздушный петля тоқимыз. Бір столбик с накидым. Келесі петляға 2 столбик с накидым. Бір, 2. Алдыңғы қатарда бізде воздушный петля, осы воздушный петляны тоқимыз. Онан кейін бір столбик с накидым. Онан кейін 2 столбик с накидым. 1, 2.
мінекей осылайша қатарды тоқып шығамыз. Айналдыра тоқып шығайық өзіміз. Мінекей қатарды тоқып алдық. Енді үшінші воздушный петлямен біріктіреміз да қатарды аяқтаймыз. Келесі қатарды оқимыз. 3 воздушный петля. Бұл бізде бір столбик с накидымды алмастырады. Келесі петляға бір столбик с накидым. Келесі петляға 2 столбик с накидым. Бір воздушный петля. Келесі петляға бір столбик с накидым. Келесі петляға бір столбик с накидым. Келесі петляға 2 столбик с накидым. Бір воздушный петля. Яғни бұл қатарда әрбір үшінші петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. Яғни алдыңғы қатардағы біздер бірге тоқылған прибавка жасаған петлямыз, мінекей 2 столбик бірге тоқылып тұр. Соның біріншісіне 1 столбик с накидым, екіншісіне 2 столбик с накидым тоқимыз. Яғни әрбір қатарда біздер прибавканы осы петляға тоқитын боламыз. Мінекей алдыңғы қатардағы прибавканың екіншісіне тоқимыз. Прибавканы. Бұл әрбір қатарда солай тоқылады. Яғни прибавканы осы екінші петляға тоқимыз. Мінекей. Осылайша қатарды тоқып шығамыз. Яғни бұл қатарда әрбір үшінші петляға тоқитын боламыз прибавканы. Мінекей 1, 2. Үшінші петля бізде прибавка. Келесі қатарда 4-шісіне, онан кейін 5-шісіне, онан кейін 6-шысына, онан кейін 7-шісіне солай тоқылады. Тек ортасында, мінекей ортасында бізде воздушный петля бар. Соным тікетпейік. Бір столбик, келесі петляға 2 столбик. Воздушный петля. Мінекей осылайша тоқимыз. Қатарды айналдыра тоқып шығайық. Онан кейін қарай өзіміз тоқимыз. Қатар тоқып алдық. Енді келесі қатар тоқимыз. Яғни 3 воздушный петля. Келесі петляға столбик с накидым біреу тоқимыз. Келесі петляға столбик с накидым біреу. Келесі петляға столбик с накидым екеу. Мінекей. Яғни бұл қатарда біздер әрбір 4-ші петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. Онан кейін бір воздушный петля. Мана айтқандай, біздер әрбір қатарда прибавканың екіншісіне тоқитын боламыз 2 столбик с накидымды. Ол әрбір қатарда солай тоқылады. Столбик с накидым біреу, столбик с накидым екеу, столбик с накидым үшеу, столбик с накидым төртеу. Яғни 4-ші петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. Бір воздушный петля. Мінекей осылайша тоқимыз. Бұл бізде 4-5-ші қатар. Келесі қатарда әрбір 5-ші петляға прибавка, онан кейін 6-ші петляға прибавка, онан кейін 7-шісіне, онан кейін 8-ші петляға прибавка тоқимыз. Онан кейін 9-ші петляға. Солай тоқылады. Яғни прибавканы біздер алдыңғы қатардағы прибавканың екіншісіне тоқитын боламыз. Тек ортасында осындай воздушный петля болады. Яғни воздушный петляға воздушный петля тоқитын боламыз. Осылайша бірнеше қатар тоқимыз. Өзімізге қажетті өлшемде тоқитын боламыз. Мен тоқып алайын, сонан кейін сіздерге қанша қатар тоққанымды айтатын боламын. Өзіміз тоқып шығайық. Мінекей мен тоқып алдым. Менде 8 қатар. Ең соң қатар тоқып болғаннан кейін біріктірмейміз.
столбик без накиді тоқимыз. Енді келесі қатар тоқимыз. 3 воздушный петля. Бұл бізде бір столбик с накидімді алмастырады. Тағда бір воздушный петля тоқимыз. Енді мына аркаға крючогымызды кіргіземіз. Жібімізді іліп шығарамыз. Жібімізді іліп шығарамыз да, осы іліп шығарған жібімізден крючогымызды ала тұрамыз. Енді осы жіпке моншағымызды өткізуіміз қажет. Ол үшін осындай жіпті алып, жіңішкелеу жіпті алып, осы жерден өткіземіз. Мына жерден өткіземіз. Өткіземіз да. Моншағымызды жіптен өткіземіз. Осылайша жіпті алып тастаймыз. Қайтадан крючогымызды осы жіпке іліп аламыз. Жіпті крючокқа ілеміз, крючокта 2 петлядан өткіземіз. Біздің моншағымыз. Енді бір воздушный петля тоқимыз. Және осы аркаға столбик с накидім тоқимыз. Енді мына аралықтағы петля санаймыз. Яғни столбик сан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Менде 8 столбик с накидім бар, яғни 8 петля. Мен 8 воздушный петля тоқим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Егер де сіздерде ана жерде басқа петля саны болса, сіздер басқа осы жерде петля саны тоқисыздар. Менде 8, сондықтан мен 8 воздушный петля тоқимын. Енді қарай жіпті крючокқа ілеміз да, келесі аркаға столбик с накидім тоқимыз. Столбик с накидім, бір воздушный петля. Енді моншағымызды өткізуіміз қажет. Ол үшін аркаға крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарып аламыз. Енді мына шығарып алған жібімізден крючогымызды ажырата тұрамыз. Енді анағыдай жіңішкелеу жібімізді аламыз. Жіңішкелеу жібіміз осы жерден өткіземіз. Енді моншағымызды өткіземіз. Қайтадан крючогымызға іліп аламыз жібімізді. Кішкене тартамыз. Крючокта 2 петля, осы 2 петлядан өткіземіз. Бір воздушный петля, және осы аркаға столбик с накидім тоқимыз. Тағда 8 воздушный петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 воздушный петля. Столбик с накидім келесі аркаға. Бір воздушный петля. Енді тағда моншағымызды өткізуіміз қажет. Үшін мынадай жасаймыз. Жібімізді іліп аламыз. Іліп алған жібімізден крючогымызды ажырата тұрамыз. Жіңішкелеу жібімізді аламыз. Осы жерден өткіземіз.
Енді жіптен моншамызды алып өткіземіз. Мінекей, осылайша. Мына жібімізді алып тастаймыз да. Крючокқа жібімізді іліп аламыз. Крючокта 2 петляны өткіземіз. 1 воздушный петля. Осы жерге столбик с накидом тоқимыз. Тағы да 8 воздушный петля. Мінекей, осылайша біздің қатарымыз тоқылады. Так, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей, осылайша біздер моншамызды осылайша өткізіп, тоқып шығамыз айналдыра. Өзіміз тоқып шығайық. Мінекей, қатар тоқып алдық. Енді 3-ші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Келесі қатар тоқимыз. Ол үшін мына жерде бізде воздушный петля бар, я? Осы воздушный петляға біріктіру арқылы өтіп аламыз. 3 воздушный петля тоқимыз. Бұл бізде бір столбик с накидымды алмастырады. Осы жерге, яғни алдыңғы қатарда воздушный петляға столбик с накидым тоқимыз. Онан кейін мына жерде де бізде воздушный петля бар, я? Мына моншақ пен столбик с накидым ортасында воздушный петля. Осыған 2 столбик с накидым тоқимыз. 1, 2 столбик с накидым. Енді мынаны былай алып аламыз. Яғни мына столбик с накидым. Осы столбик с накидымға 6 столбик с накидым тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, енді мінекей, мына столбик с накидыммен моншақтың ортасына, мінекей, мына жерге столбик с накидым біреу тоқимыз. Келесі столбик с накидымның және моншақтың ортасына тағы да бір столбик с накидым тоқимыз. Енді мына жерде бізде столбик с накидым, я, мына жерде. Яғни 3 воздушный петля, я. Осы столбик с накидымға тағы да 6 столбик с накидым тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик с накидым. Мінекей, бізде осындай пайда болады. Енді мына жерде бізде 8 воздушный петля бар. Осы 8 воздушный петляға 11 столбик с накидым тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11 стол белгісін әкелдім. Енді турым манағыдай етіп, мына жақта тоққандай етіп, мына жерге де тоқимыз. Яғни, міне бізде стол белгісін әкелдім, е? Онан кейін воздушный петля. Моншақтың ортасында. Моншақ пен стол белгісін әкелдім ортасында воздушный петля бар. Осы воздушный петля 2 стол белгісін әкелдім тоқимыз. 1, 2. Келесі воздушный петля мына жерде. Стол белгісін әкелдім мен, моншақтың ортасында воздушный петля бар. Оған 2 стол белгісін әкелдім тоқимыз. Онан кейін былай қаратып аламыз да, мына стол белгісін әкелдімға 6 стол белгісін әкелдім тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 стол белгісін әкелдім. Енді мына жерге біреуін тоқимыз. Онан кейін мына жерге біреуін тоқимыз. Бір стол белгісін әкелдім тоқимыз. Онан кейін мына жағындағы стол белгісін әкелдімға 6 стол белгісін әкелдім тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6. Неге? Осылайша тоқимыз. Онан кейін мына жерде 8 воздушный петля, осыған 11 стол белгісін әкелдім тоқимыз. Неге осылайша айналдыра тоқып шығамыз қатарды. Өзіміз тоқып шығайық. Неге мен тоқып алдым. Енді 3-ші воздушный петлямен біріктіреміз да аяқтаймыз. Жібімізді қиып тастаймыз. Түйеміз. Және мына жіпті жасырып қоямыз. Сонымен біздің салфеткамыз дайын. Достар, егер видео сабақ ұнаса, видеоға лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар. Ең бастысы менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.